сабағымыз бастап сәлеметсіздер ме балалар? Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерді 3 топқа бөліп алайын. Бірінші топ, екінші топ және үшінші топ. Өзімізді бүгінгі сабақта алған білімімізді бағалау үшін сендерге бағалау парағы, яғни домбыраны сендерге беремін. Бағалау парағында өздерің қанша бал алдыңдар, соған дейін жылжытып отырасыздар. Бізде домбыра қазақтың құндылықтарына жатады, иә? Қазақтың ұлттық аспаптарына жатады. Жақсы. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын біз өзімізге жақсы көңіл күй сыйлап алайық. Ал енді мына жерде қараймыз экранға. Бірінші басайын. Ал бір-бірімізге жақсы көңіл күй сыйлайық. Қандай кім айтады? Айтамыз. Біз көңілімізде біз білімдіміз. Біз таланттымыз. Бір-бірден Еңбекқормыз. Еңбекқормыз, дұрыс. Дарындымыз. Нағыз доспыз. Әдісіміз. Сәтті балаларымыз. Тілекшіміз. Және бір-бірімізге тілекшіміз. Мейірімдіміз. Біз бірімізге мейірімдіміз ба? Иә. Жақсы. Бүгінгі сабағымызды онда жақсы көңіл күймен бастап, біз үй тапсырмасын орындап алайық, иә? Үй тапсырмасын орындау үшін, яғни білім шама әдісі бойынша тапсырманы орындайық. Яғни 2 балл дескриптор бойынша. Ал енді бірінші сіздерге есеп және сұрақ берілген. Бірінші есеп. Массасы 2 килограмм дене 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалады. Кинетикалық энергиясы қанша болады? Үй тапсырмасы бойынша 25 джоуль. Екінші дұрыс. Екінші есеп. Массасы 3 килограмм және 10 метр биіктікке көтеріледі. Потенциалдық энергиясы қанша дейді? 300 джоуль. Дұрыс. Келесі. Тау басынан домалап келе жатқан доптың қозғалысына энергия қалай өзгереді? Кім айтады бені? Бізде екі энергияны өтіп кеткенбіз, иә? Потенциалдық және кинетикалық. Ал енді таудың басынан домалап келе жатыр. Қандай энергияға ие болатын еді, айта ғой? Жылы. Қандай энергияға ие болады? Потенциалдық энергия. Дұрыс айтасың, Мери. Келесі. 20 метр биіктіктен құлаған. Қандай жылдамдықпен анықталады? Айта ғой. 20 метр секунд. Келесі. Массасы 1 килограммдан дене 5 метр биіктіктен құлайды. Энергиясы қанша болады? Айта ғой. 50 джоуль. Кинетикалық энергия мен потенциалдық энергияға айырмашылығы қандай? Олар екеуі де не? Олар екеуі де энергия. Bir misal келтірейікші, жаңа айтып кеттік. Доп құлап келе жатыр дейді. Қандай энергияға ие болады? Құлап келе жатса? Потенциал. Ал жерге түскеннен кейін кинетикалық энергия. Жақсы, өте жақсы. Үй тапсырмасы бойынша енді сіздерге WordPol платформасында мына тапсырманы орындап тастайық. Кән. Тез-тез телефондарыңызды ашыңыздар. Бұл энергия тақырыбына сұрақ жауап. Ашалыңдар. Формат жазып жүріңіз. Басамыз. Қандай дейді? Келесі. 8 сұрақ. Формат кімде бар? Районда қанша сұрақ жауап беремін? 7. Өте жақсы. Балалар тоқтатамыз. Яғни бұл сендерге үйге берілген тапсырма еді, иә? Ал енді бүгінгі күнді жазып алайық, жаңа тақырыбымызды ашып алайық. Бүгін 20-сы механиканың алтын ережесі және күш моменті. Механиканың алтын ережесі және күш моменті. Бүгінгі жазып алайық. Айтқан жазып алайық. Механиканың алтын ережесі және күш моменті. Олар күшті азайтып немесе қозғалыс бағытын өзгертуге көмектеседі. Жай механизмдерде тірек, шығыр, көлбеу, жазықтық жатады. Биіктік жай механизмдердің ең қарапайымы. Ол ауыр затты аз күшпен көтеруге мүмкіндік береді.
тірек нүктесі күшті бірнеше есе арттыраттығы жүктің бағытын өзгертуге көмектесетін механизм. Ол ауыр жүкті жоғары көтеруді жеңілдетеді. Құрылыс алаңдарында жиі қолданылады. Бөліп жағалау затты биіктікке көтеруді жеңілдетеді. Ұзын жол арқылы аз күш жұмсалады. Бұл механик күнделікті өмірде өте жиі қолданылады. Дөңгелек пен қозғалысты жеңілдететін механизм. Үлкен дөңгелек күшті азайтады. Сондықтан көліктерде осы принцип қолданылады. Қай механизмдердің барлығы механиканың алтын ережесіне бағынады. Қанша күштен ұтсақ, сонша жолдан ұтыламыз. Бірақ жалпы жұмыс өзгермейді. Жай механизмдер техниканың негізі. Олар адамның еңбегін жеңілдетеді. Жай механизмдер құрылғылардың жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Сондықтан физиканы түсіну өмірде өте маңызды. Жақсы, енді бүгінгі тақырыбымызда жай механизмдер, механиканың алтын ережесі дейді. Біз енді осы тақырыпқа байланысты кинолента әдісі бойынша бірінші топтық жұмыс орнатуды жіберейік. Бірінші топқа сіздер көлбеу жазықтық, екінші топқа иіндік, үшінші топқа блок тақырыбы беріледі. Осы тақырып бойынша сіздер сабақты не боламыз, ашатын боламыз. Видеоны қарап отырып, не оқытып? Не оқытып? Нені білдік? Қандай жай механизмдердің түрлері бар екен? Бастаймыз топтық жұмыс, яғни топтасып істесек болады. Кітабымызды ашамыз. Бірінші топқа көлбеу жазықтық, екінші топқа иіндік, үшінші топқа блок.
болып қалдық па? Ал енді тапсырманы жеке-жеке қорғаймыз. Келіңіз, орныңызға отырайық, балалар. Орныңызға отырамыз. Бірінші топқа сіздерге ахан келді. Көлбеу жазықтық берілген, иә? Көлбеу жазықтық берілген. Келіңіздер. Және механизмдер біріншіден күштен ұқсалу үшін, екіншіден денеге түсетін күш пен оның қозғалысының бағытынан өзгерту үшін қолданылады. Және механизмдер күнделікті өмірде кеңінен қолданылады, мысалы тұрмыста қысқыштар, шеге, қайшы және тағы да басқа. Күшті түрлендіріп қозғалыс болып бағытын өзгерту үшін қолданылатын құралдар жай механизмдер деп аталады. Жай механизмі біріншіден күшті салу үшін, екіншіден денеге түсетін күш пен ортақ қозғалыстың бағытын өзгерту үшін қолданылады. Яғни сіздерге берілген көлбеу жазықтық, иә? Яғни сіздерде де мынау қайшы не екен? Жай механизм түріне жатады екен. Өте жақсы, отырамыз. Бірінші топ. Екінші Формуласы қозғалмайтын түйірдің төңірегінде айнала алатын кез келген дене иіндік деп аталады. Айналу білігіне күш векторына орналасқан түзуге дейінгі күш иіні деп аталады. иә, күш иіні деп аталады. Иіндіктің айналу өсіп өтетін Б нүктесін тіреу нүктесі деп атайды. Күш моменті қатты денеге түсірілген өз иініне тәуелді айналғыштық әрекетті сипаттайды. Яғни сізде берілген иіндік бар. Яғни иіндік бізде мынау, иә? Қараңдар. Зертханасында, бізде физика зертханасында иіндік мынау болып есептеледі екен. Қараңдар, иіндік, мынау тіреу, мынау иіндік болып есептеледі. Өте жақсы, отырамыз. Келесі үшінші топқа берейік. Келіңдер. Бол, тез. Блок дегеніміз өз ісімен төңірегге айналына алатын шетінде дауысы бардан қорғалған төгешік блоктар жылжымалы және жылжымайтын болып екіге бөлінеді. Дұрыс. Яғни сіздерге үшінші топ блок берілген, иә? Блок екіге бөлінеді. Блок деген өз төңірегінде айналатын науасы бар шегершік, иә? Ал енді блок екіге бөлінеді деді. Қандай дедік? Жылжымалы, жылжымайтын. Жоқ, отыра қойыңдар. Жақсы балалар. Енді осы топтық жұмыстар өзімізді бағалап кетейікші. Бірінші топ, екінші топ қалай жауап берді? Тұрып айтады. Екінші топ жақсы жауап берді. Яғни бұлар не туралы айтты? Жай механизмнің ережесін толық ашып кетті, иә? Екінші топ, үшінші топ қалай жауап берді? Біз иіндіктің формуласын айтып, иіндіктің не екенін айттық. Үшінші топ, екінші топ қалай жауап берді? Тұрып айтамыз, Әлихан. Жай механизм. Жай механизм Ережесін не қылды? Толық ашып берді. Өте жақсы, отырамыз. Сөйлейді, ашылып сөйлейді балалар, иә? Жай механизмдер адамның Келесі де механиканың алтын ережесін қысқа түсіндіріп кетейін, иә? Бізде бұрынғы ежелгі адамдар пирамида, иә, үлкен пирамиданы құрған кезде Әлихан ең үлкенгі қабатына кірпішті көтеру қиынға соқты, иә? Сосын адамдардың күш жұмсауы қиын болды. Сол кезде адамдардың ойына жай механизм, яғни механиканың алтын ережесі еске түседі. Сөйтеді блоктарды ағаш тіреу арқылы жоғарыға сатыға көтеріп, өз күштерін жеңілдетіп, солай пирамиданы құрған екен. Енді негізгі ережелер, негізгі
принцип, барлық механизмдер жұмыс істеу негізінде. Одан кейін күш әсері, қозғалыс арқылы күштің әсер етуі, үшінші күш моменті, яғни күштің бұрылу күшін тудыру. Келесі, қарапайым жай механизмдер, рычаг, қолмен жұмыс істейтін құралдар, тісті доңғалақтар, машиналарда қолданылады, домкрат. Үйде домкратты білеміз бе балалар? Яғни машинаның дөңгелегін көтеру үшін қолданылады. Яғни бұлардың бәрі не екен? Жай механизмдер екен. Күш моментінің ұғымы күштің бұрылу қабілетін сипаттайды, күштің бағытын және арақашықтықпен анықтайды. Формуласы бізде қараймыз. Үлкен М тең F көбейтілген D. Үлкен М күш моменті, яғни ньютон метрмен өлшенеді. Ал F дегеніміз соған әсер ететін күш, күштің өлшем бірлігі ньютон, D дегеніміз күш иіні, яғни метрмен өлшенеді. Ал енді бүгінгі өтетін механиканың алып ережесінде мынандай формула анықтама беріледі. Қараңдар. F1 тең F2 тең F2 көбейтілген L1. F1 L1 тең F2 L2 деп формуланы түйіндейміз. Ал енді күш моментіне келетін болсақ, физика зертханасында мынау штатив. Штативке иіндік бекітіледі. Қараңдар, иіндіктің екі жағы бар. Міне, бірінші иін D1, екінші иін D2. Енді бірінші иінге неше жүгілінген? Екі жүгілінген 50 граммнан. Мына әрқайсысы 50 граммнан. Енді неше күш болып тұр бұл жерде? 100 грамм болып тұр. 100 граммды біз күшке айналдырсақ, не істейміз? Қандай формамен анықтаймыз? F тең mg. Сонда мынау D1, мынау F1, D2, F2. Түсіндер ғой, Ал енді қанша жүгілгені мәнісі жоқ, оның массасымен анықталып отыруға болады екен. Енді осы жерде күш моменті, міне, F көбейтілген D. Сол кезде күш моментін анықтайды екенбіз. Ал енді жаңа көлбеу жазықтық деп бірінші топ айтып кетті. Бірінші топта қараңдар, көлбеу жазықтық міне. Енді көлбеу жазықтық бойымен жаңа видеода да көрсетті, сіздерге? Көрсетті, қараңдар. Енді мен мына жүкті, қараңдар, үлкен блокты немен? Мынау динамометрмен жоғары көтерейін, қараңдар. Ауада бұл 2 ньютонға тең. Енді қараңдар, мен мына жүкті ауыр блокты былай көтере салсам, неден ұтыламын? Күштен. Күштен ұтыламын және неден ұтамын? Уақыттан және жүрілген жолдан ұтамын. Ал енді мен бұл ауыр жүкті көтере алмай, енді егер жаңағы науа шар болатын болса, жазықтық болатын болса, былай көтеретін болсам, неден ұтыламын? Жолдан ұтыламын, бірақ неден ұтамын? Күштен ұтамын. Яғни осы жерде механиканың алып ережесі осылай болады екен. Көрдіңдер ме? Міне жолдан ұтылатын болсақ, күштен ұтамыз, күштен ұтылатын болсақ, жолдан ұтыламыз. Бұл ереже қағида механиканың алып ережесі деп аталады. Түсінікті ме? Түсінікті болатын болса, енді келесі сіздерге тапсырма беріледі. Яғни күш моментін қараңыздаршы, айналма, яғни жасау қабілетін көрсеткіші, техникаларда тиімділігі қай жерде қолданылады? Қараңыздар, қай жерде қолданылады? Құрылыста және үйде бұранды арқылы, дрель арқылы шегені не істейміз? Бұраймыз және қайтадан шығарып алуға болады. Және үйдегі бұрынғы бізде үйде жаңағы құдықтан шүртпен бұранда келесі велосипед, сендер теуіп жүрген велосипед, бұл механиканың алып ережесі, яғни не арқылы велосипед, яғни педалі осы жай механизмнің күші оқталады. Жай механизм дегеніміз не? Күшті түрлендіріп қозғалыс бағытын өзгерту құралдар. Яғни формуласын білдіге жазып алдық. Алып ереже деп атайды екен. Күштен қанша есе ұтса, орын ауыстырудан сонша есе ұтыламыз екен. Келесі сіздерге жеке жұмыста тапсырма орындаймыз, жазамыз. Яғни жеке жұмыс беруге сіздерге жеке яғни түсіндіру немесе ережені жазу дейді. Бұл тапсырмада сіздерге бір балл қойылады дискриптор бойынша. Орындап тастайық. Жазамыз ба? Өмірде бар ма бұл? Қолданып жүрміз ба? Керек па өмірде? Соны да жазайды.
яғни бұл алтын ереже күнделікті өмірде қажет пайдаланып та жүрміз. Бірақ біз физика екенін білмедік дейміз. Кім болды? Қол көтеріп жауап береді. Темірлан айта ғой. Ронда дегеніміз не? Ронда ол ағашты немесе пластикті дрелмен қатыру үшін пайдаланатын зат. Жақсы, өте жақсы. Келесі не дейді? Бөлшек дегеніміз тірек нүктесі бар қатты және ол күшті азайтып жұмысты жеңілдетеді. Дұрыс, жеңілдетеді. Келесі айта ғой. Бөлшек дегенімізде бұл күшті көбейтіп немесе қозғалысты жеңілдету үшін қолданылатын қарапайым механизм. Мысалы, есік ашу қайшы. Иә, қайшы бізде не екен? Жай механизмге жатады. Отырады. Кім дайын? Ақсесі бар ма? Айнұхан бар ма? Айта ғой. Бөлшек дегеніміз тірек нүктесіне сүйеніп айтылатын және күшті өзгертуге көмектесетін қарапайым құрал. Қысқаша айтқанда, күшті жеңілдететін механизм. Өте жақсы балалар. Өзімізге бір бал қояйық, тапсырманы орындаса. Келесі, бізде жүктел жұмыс, collaboration, яғни лабораториялық жұмыс жасаймыз. Қараймыздар, барлықтарымыз қараймыз. Сіздерге қазір берілген тапсырма бар. Осы тапсырманы орындаймыз, қараңыздар. Бірінші. Мына жерде не көріп тұрмыз? Не көріп тұрмыз? Екі тіреу бар. Иіндік көріп тұрмыз ба? Екі тіреу бар, е? Ал енді қандай тіреу? Енді қандай тіреу? Қандай тіреу? Екі иіндік бар, е? Екі иіндік бар. Мынаны іліп қояйық. Былай қояйық. Екінші иінге жүк қояйық. Теңесті ма? Жоқ. Ал енді бұл қанша көрініп тұр ма? Қанша килограмм екен? Екінші иінге барып қоямыз. Енді не болды? Теңескен жоқ. Теңескен жоқ. Әрине теңескен жоқ. Енді екінші жағы. Қай жерге қойсақ біз иін теңеседі? Жоғарғы кило, 5 кило жүреді. 5 килоны апарамыз, иә? Теңесті ма? Жоқ. Неге теңеспей тұр? Балалар осы жерді түсіндіріп жіберіңдерші. Неге теңеспей тұр? Неге теңеспей тұр? Мына жерді қараңдаршы. Неге байланысты? Иіннің несіне байланысты? Ұзындығына байланысты. Дұрыс, иә? Келесі. Қараңдар. Түсіндік па балалар? Яғни осы жерде жылжыту арқылы қараңыздар. Мынау 6-шы орында, мынақта 5-ке 6-шы орында. Енді келесі. Келесі тапсырмаға көшейік. Gemini Pro платформасында тапсырма орындаймыз. Бұл бізде жеке жұмыс. Яғни әр топқа әртүрлі есеп берілген. Жылдам есебін шығарамыз. Мына формула арқылы бастаймыз. Бұл есептің шартын құрады, есептік бойынша. Тапсырманы дұрыс орындайды, формула қолданады. Тыңшыға тақтара.
шығар тақтаға. Кел. Тура бағына қалына. Кел. Шық. Қаламыз орнымызда орындаймыз тез-тез. Астына ефекті тең. Бөлшексіз. Теңдіктің сол жағы түгел алынға кетеді. Ефекті элдерді төлесінде. Астында элдерді. Бізге мынау табу керек, иә? Табу керек болған кезде, яғни қайтадан бөлшексіз аламыз. Мынау түгел алынға кетеді. Ефекті элдер. Енді F-тің өзі MG-ға тең. MG-L-ді. Астында L-ді. Тең бөлшексіз. Орнына қоямыз енді. Қарап көбейту 10. L-дің бірін қанша? 0,5. Көбейтіп жібереміз ақ сезім. Астында тұрады. Қанша болады? Жақсы отырады. Жазбалайық балалар. Так, есептің шартын дұрыс құрған үшін 1 балл, иә? Формуланы дұрыс пайдаланған үшін 2 балл. Дұрыс жауапты тапқан үшін 3 балл қоямыз. Жақсы балалар, өзімізді бағалап бітсек, келесі тапсырмаға келейік. Функционалды сауаттылыққа бір тапсырма берейін сіздерге балалар. Рычаг. Рычаг дегеніміз міне бағана айтып кеттім бе, мысалы ретінде пирамиданы құрған адамдар осы рычагты қолданған. Рычагты берілген жаңағы тест тапсырмасында орындай аламыз. Бірінші, былай дейді. Құрылыста жер өңдеу жұмыстарында ауыр нәрселерді көтеруде осындай тұрмыстық көптеген құралдар қолданылады. Ондай нәрселер құралдар пайдаланып адам немесе басқа қозғалтқыштар мен машиналармен күштен ұтады. Екінші сөзбен айтқанда аз күш жұмсап жұмысты тындырып істей алады екен. Алайда аз күш жұмыста орындағанымен жұмыстан ұтыс болмайды. Және А тең Ф өрнегін пайдаланып дәлелдей отырып, мына суреттерді көріп отырғанымызда жұмысшылар күштен ұтқанымен оның есесіне орын ауыстырудан ұтылды дейді. Бірінші сұрақ. Тез-тез 1 А2 Б деп белгілейміз. Дәптерге берейміз. Оқу отырып, мысалы сауаттылықты орындаймыз. Тапсырма көрініп тұр ма? Көрініп тұр ма астан? Бермейміз. Жылжымалы күштен 2 есе ұтыс береді дейді. Жылжымалы блок 2 есе ұтыс береді. Бала мектеп шеберханасына өгейлерді бөлшекті қатты қысу үшін қысқыштың ортасына ұстамай шетінен ұстайды. Күшті азайтып орнатылады. Күштен ұтыс алып, күшті көбірек жұмыстан ұтыс алып, ыңғайлы жұмыс көтереді.
қалдық па? Ага. Так, бірінші. Кім айтатқан? Бірінші жауабы? Бірінші сауалға ақарды созып күштікті түрлендіру. Түрлендіру керек. Екінші. Жылжыма. Дұрыс. Үшінші. Сіздерде де солай ма? Үшінші. Сезім. Пайдалану экватор полюске қайсысы болады? Жауабы? Экватордың полюске өткенде ауыр күші өзгермейді, иә? Келесі төртінші. Яғни күшті түрлендіріп жұмысты ұтысалы. Жақсы балалар. Мен тапсырмауға. Енді қорытынды жасап өтейік, осы бүгінгі тақырыпқа. Дейді, дұрыс және бұрыс әдісі бойынша дейді. Так, жай механизм күштен ұтысуға мүмкіндік береді. Қайсысы? Дұрыс. Келесі. Жай механизмде жұмысты азайтады. Қате. Келесі. Жай механизм энергия үнемдейді. Кім айтады? Айта ғой. Дұрыс дейді. Ой, дұрыс емес. Блокта жүктің бағытын өзгерту үшін қолданылады. Қате дейді. Дұрыс екен. Келесі, көлбеу жазықтық неғұрлым ұзын болса, соғұрлым күш аз кетеді. Ой, дұрыс емес. Иінтірек тек күшті арттыру үшін ғана қолданылады. Солай ма? Қайсысы? Дұрыс емес. Яғни жауаптың иә жоқ, немесе дұрыс емес, сіздер өздеріңізді бағалап кетіңіздер. Келесі, жай механизмдерді. Жақсы оқу болашаққа жасалған алғашқы қадам. Жақсы білім алу үшін үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындау керек. Күнделігіңді ашып, үй тапсырмасын жазып алуды ұмытпа. Жақсы. Жақсы оқу болашаққа жасалған алғашқы қадам. Жақсы білім алу үшін үй тапсырмасын жауапкершілікпен орындау керек. Күнделігіңді ашып, үй тапсырмасын жазып алуды ұмытпа. Мен үй тапсырмамды жауапкершілікпен орындаймын. Әр пәннен 10 балл алсам, Freedom банк картама 100 теңге түседі. Бұл ата-анама көмек, ал мен үшін алғашқы адал табыс. Жаңа үй тапсырмасына балалар, кітаптағы 8-де 1-ші атаудың 4, 5, 6 есебін. Ал енді бүгінгі сабақтан алған әсеріміз кім қанша балл алды? Кім айтады кәне? Мерей өзіңе қанша қойдың бүгін? Бүгін өзіңді бағалашы. Түсінің ба? Жай механизмді? Бүгін өзіңе қанша қойдың? 7 балл. Жақсы. Түсінікті ма бүгін сабақ сағат? Сен үшін кәм Нұрсұлтан тұрып айта ғой. Сөйлейміз. Өзіңе қанша балл қойдың? 8 балл. Қалай қойдың? Қай тақырыпта саған түсінікті? Қай тапсырмалар түсінікті болды? Жай механизмдер. Түсіндің ба жалпы? Жай механизмдерді. Келесі мына топтан Аягөз өзіңе қанша балл қойдың? Өзіме 8 балл қойдым. Себебі? Себебі мен номер 1-ші тапсырмадан жақсы балл алып, шешуін дұрыс шығардым. Одан кейін А, Б, С жолымды дұрыс болдым. Келесі жақсы, өте жақсы. Темірлан, өзіңе қанша балл алдың? Мен өзіме 7 балл қойдым. Себебі мен осы жай механизмдердегі екінші тапсырмада жақсы балл алып, өзіме жақсы балл қойдым деп ойлаймын. Неқті, Әлихан өзіңе қанша балл қойды? 7 балл. Себебі? Бүгін сабақ түсінікті болды ма? Қай жер түсінікті болды саған? Қай жер түсінікті болды? Жай механизм түрлерін білеміз ба? Қандай екен? Олар блоктан тұрады, шығыр, тағы шынар, шегерші, қайшы, бұлардың бәрі не екен? Жай механизмдер екен. Ал балалар бүгінгі сабақ түсінікті болса, үй тапсырмасына кітаптағы 8-де 1-ші атаудың 4-ші, 5-ші, 6-ші есебі беріледі. Мына жерге келіп, мына жерді қараңыздар. Бұл қалай? Немесе сұрақтарым бар деген неге? Өздеріңізді бағалап кетіңіздер. Келіңіздер бір-бірден тез-тез. Өзімізді бағалаймыз. Жылдам бәріміз келейік. Қайсысындегі яғни түсінікті ма саған? Жақсы, кел. Бәріміз келеміз. Құрыңдар. Бәріміз келейік. Барлықтарың түсінікті болды ма? Жай механизмдерді қолданып жүрміз ба үйде? Яғни домкрат, бұранда,
яғни есі, қайшы, бұлар бәрін үйде күнделікті өмірде қолданады екенбіз. Яғни жай механизмді қолданады екенбіз.